Міне бізге қазір біз мынандай юбканың алдын пішеміз. Алдын пішу үшін бізге осындай өлшемі керек. Белі, бөксесі, юбканың ұзындығы сантиметр, қайшы қырқатын, маркер или карандаш. Осы екеуінің біреуін қолданасыздар. Міне қазір бастаймыз. Біз бастау үшін міне осы қағазымызды алып, бірінші біз юбканың ұзындығын салып аламыз. Мінекей. Бізде юбкамыздың ұзындығы 63 сантиметр. Міне бүйтіп қарасаңыз 63 сантиметр бізде. Яғынан бастайын. Мінекей. Юбканың ұзындығы 63 болды. Біз 2 сантиметрдей қосамыз. Сөйтеміз да бұны сызып ала саламыз. Сонда біз уже киіміміздің ұзындығын білеміз. Мінекей. Бізде осы ұзындық, осы жерден жазып қоямыз. Длина юбка деп. Бұл бізде 65 сантиметр. 65 сантиметр, біз оған 2 сантиметр қосамыз. Бүйтіп 67 болды. Енді ұзындығын алып алдық. Енді мына бастапқы точкадан біз мына отыны алып аламыз. Отымыз бізде бұл жерде 39 сантиметр. Сантиметрдің көмегімен бөліп саламыз. Мінекей бөлдік. Сөйтіп мына жерге бүйтіп қоямыз. Міне қойдық. Мына жер болды. Осы жерге келген жерінен біз юбканың выточкасын саламыз. Бұл юбканың выточкасына бізге 3 сантиметр керек. Мінекей қосып алдым. 3 сантиметрді мерге жазып қоям. Ота. Бізде 39 болды. 39-ды 2-ке бөліп салдық. Мінекей. Енді бізге бөксесін табу керек. Обыны табу үшін, мына обыны салу үшін бізге барлық адамға бірдей 18 сантиметр алып сызып аламыз. Міне бұлай ұзын сызық сызып алдық. Енді осы жерге, міне мына жерді біз жаңа 18 деп жазамыз. 18 салғам жаңа бүйтіп, міне 18. Енді бұлай қарай бізде обы бөлеміз 2-ге. Бізде 50 сантиметр болды. 50-ді 2-ге бөліп саламыз. Сантиметрдің көмегімен саламыз. 50-ді алдық. Міне бүйтіп бүктейміз. Осы сантиметр өзі әдеме бөліп салып беріп отырады. Мінекей, ол мынау болды точкамыз. Енді осы точкаларды біз қосамыз. Міне қостық. Міне қосып алдым. Енді бізге түзу пішу үшін осы аралықты біліп аламыз. Мінекей, сөйтіп мына етегіне де осылай саламыз. Бұл өткені бізде түзу шығу үшін. Міне 25 болған. Енді біз осыны осы жерге қоса саламыз. Міне қостық. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, бізде формасы шықты. Енді біз осы сызғаннан тігетін боламыз. Аз запас мына жақтан бүйтіп аламыз. Міне қырқатын жерді 1 сантиметрден осылай алып аласыздар. Үстіп тере-тере белгілейсіздер. Міне осы жерден біз кесеміз. Бүйтіп қарап тұрсаңыз 1 сантиметр ара қашықтығы. Мінекей 1 сантиметрлік. Енді бізде бұл жерде енді қарап тұрсаңыз бізге выточкасы керек болып тұр. Енді выточкасы осы жақтан ара қашықтығы 10 сантиметр болады. Ұзындығы да біздікі 10. Белгілеп аламыз да, бұны да сызып аламыз. Мінекей. Енді екі шетінен 1,5 сантиметрден аламыз. Мінекей. 1,5 бұл жерден
1,5 мынадан. Осының бәрін мына точкаға, 10 сантиметрлік точкамызға қосып аламыз. Мінекей, выточкасын да салдық. Барлық несін бірінші ұзындығын алдық, екінші белін алдық. Белін алып бөліп сағана көйін выточкаға 3 сантиметр қосамыз. Бетіп. Кейін мұна формуланы салып 18, бұны сызып алдық. Сөйтіп бұл жерге 50 сантиметрдің көмегімен бөліп салдық. Сөйтіп бұл точкаларды бір-біріне қосамыз. Мінекей осылай әдемі болып шығады. Біз енді осыны қырқып көрсетейін. Мұны тере-тере алған жерден қырқамыз. Мұны осылай қырқып аламыз. Және мұна выточканы да қырқып алу керекпіз. Өйткені матаға салғанда да жақсы ояқа түсетін болады. Міне юбканың алды осымен бітті.